артефакт деген естіп көрдіңіз бе, естіпесеңіз, онда артефакт деген сіз жайында толық мындай информация дейді ғой, құрылым дей ма, қаңқасы дей ма, сондай да. Мысалы, қайда тұрасыз, ұлжан дегенде дүдік осылай деген сияқты нақты сіз жайында информациялар ғой. Қайда тұрасыз? Мысалы, мен Талдықорғанда тұрамын. Дәл қазір сізді не мазалайды, немесе қандай күйдесіз? Дәл қазір мені алға даму үшін ұмтыламын, балаларымды өсіп жатқанын, жұмыс жолдасым, туыстарым, ата-анам, достар менде бәрі бар, және бұлар менің қоршаған ортам, және менің өмірім. Біз жалғыз өзіміз өсе алмаймыз, дами алмаймыз, міндетті түрде бізде отбасымыз әсер етеді, міндетті түрде айналамыз, қоршаған ортамыз бізді олармен бөліп қарау мүмкін емес та. Біз оларсыз өспейміз. Қоршаған орта кім сізді қоршап тұр, айтқандай, қандай адамдар іс-әрекеттері ұнайды? Менің мықты, беделді, күшті адамдар шабыттандырады, олармен араласқан, бірге жұмыс жасаған, бақылаған маған ұнайды. Мен одан күш алам, және одан ләззат алам, тыңдап тамсанамын. Мысалы, қазір рахат қой, бір жерге шықпасаң да интернетті қосасында, Инстаграм болсын, YouTube болсын, Google болсын іздесеңіз, любой маман шыға келеді. Сіз сол өскен, өнген, жетістікке жеткен адамдарды жақсы көресіз бе, немесе ұнатпайсыз, қандай күйдесіз, оларға деген состояниеңіз қандай? Мысалы, маған олар ұнайды, мотивация аламын да олардан, жаңағыдай қалай жетті екен, құпияларымен, қыр-сырларымен білгім келеді. Успешный, жетістікке жеткен адамдардың сынуля қалай жетті, қайдан жетті? Мысалы, қаншама жаңағыдай белгілі бір адамдарды историяларын, бүкіл өмірін қалай жеткенін, не ойлайды, солар интересно да маған. Соларды тексеріп, зерттеп, таңғы 4-5-ті талай адамды зерттеп, 4-5-ті атырғанмын. Мысалға, биографияларын оқыған ұнайды. Ретінде көмектескім келеді. Маған бұл ләззат сыйлайды. Мен одан рахаттанамын. Менің мақсатым өз-өзін дамыту, жетілдіру және мойындау деген сияқты. Қандай қиындықтарыңыз бар? Дәл қазіргі жағдайыңыз, қызым садикте ерте барып жатқаны себебі мен үнемі даму үстінде болуым керек. Сабақ оқып, жұмыс жасап, жоспарларымды жүзеге асырудамын. Мысалға, мен қазір жетіліп, осындай тоқтап қалмай, білім алып, күні-түні ұйықтамастан сабақ түсіріп, зерттеп отырғаным мен, мына жақта балаларым қараусыз қалып жатыр. Оларға көңіл бөле алмай жатырмын деген сияқты. Сондай, дәл қазір қандай қиындықтарыңыз бар да, оларды шешуге, жеңуге бола ма? Мысалы, менікі қазір уақытша, арасында бірақ көбірек көңіл бөлуге тырысамын. Сол сияқты қиындықтарды қалай реттейсіз? Қандай қиындық болса да бәрібір жоспарларымды блокнотқа белгілеп жазып жүремін. Немесе артқа кеткеннен қарағанда мақсатыңа асықпай жеткен дұрыс. Мүлде жоқ болғанша, мүлде тоқтап қалғанша, қадам-қадаммен болсын жетіп отырғаным дұрыс деп ойлаймын. Внешность, сыртқы түріңіз, әлсіз тұстарымды көрсетуден қорықпаймын. Өзімен не ұнайды, не ұнамайды, нені өзгерту керек екенін білемін дейсіз бе, немесе керісінше. Внешность, яғни сыртқы түріңіз. Өзгертемін деген тұстарым. Мен жоспарларымды орындау кезінде жүйелілікті байқадым. Мен спортпен дұрыс айналысып жүрмін. Өзімнің сырт келбетіме ризамын. Алға дами алмай, өз-өзімен жұмыс жасамасам, ойланып кетемін. Көңіл күйім болмай, өзімді тастап жіберемін. Қалай болса, солай жеп-ішіп, спортпен айналыспай кетем. Сыртқы күйімді бақылап кетемін деген сияқты. Сіз қандай өзіңізге, сырттай өзіңізге қалай баға бересіз, қалай қарайсыз да? Киім үлгіңіз қандай? Мысалы, классика, удобная киім, спортивная киім, макияж бар, макияж жасамаңыз емес,
аксессуарлар болу шарт, аксессуар тақпаймын, қолданбаймын, немесе сүйікті түсіңіз қандай, прическаңыз, фигураңыз ұнайды ма сізге, мүмкін ұнамайды, мүмкін өзгерткіңіз келіп жүр. Осының барлығын анықтауымыз керек та, анықтау керек. Идентификация, сәйкестендіру. Мен қандаймын, мінезіңіз қандай, қалай болып көрінгіңіз келеді. Ақылды болып көріну. Қазір инстаграмда байқасаңыздар, кейбіреулер өте умная, барлығын туғаннан біледі, ешқашан қателеспеген, сондай успешная болып көріну, бай болып көріну. Мүмкін қарапайым, қалай барса солай көріну. Нәзік мама, кейбіреулер умная мама, қатал мама, үнемі біліммен бөліскіш, ізденгіш, оқып жүрген, мүмкін саяхаттап жүрген деген сияқты. Қандай болып көрінгіңіз келеді блогыңызда да? Блог жүргізу миссияңыз қандай? Сіз үшін не құнды? Не бергіңіз келеді? Нені көрсете аласыз? Күнделікті отбасылық қарым-қатынасты, өткен шақ, болашақ, бүгінгі шақты арасын, өзімнің даму, білім алу, тоқтап қалмау мен үшін құнды отбасы. Мен дұрыс қарым-қатынас, осы өміріме барына риза болып өмір сүру, өзімді дамыту, елге пайдалы болу дейсіз бе, немесе басқа. Сол сияқты өзіңізге миссияңыз қандай? Немен бөлісе аласыз блогта сіз? Сол жайлы ойланыңыз. Мен мысалы басында көбінше лайфстайл түсіретімін, отбасылық қарым-қатынасты көрсеткім келетін. Үнемі менде барлық жақсы бола бермейді, барлық адамда қателіктер болады, барлық адамда өкіну, қиыншылықтар болады деген сияқты басқа адамдарға зиян тиіп кетпейтіндей, как она есть, қарапайым шынайы өмірімді көрсете беруден қорқпайтын болып кеттім. Бұрын намыстанатынмын. Мысалға құндылықтар. Мысалы, сіз үшін не құнды? Мысалы, білім алу ма, іске асыру, ойлағаныңызды, ниет еткеніңізді іске асыру, ізденіс, рухани даму, семья, ләззат алу деген сияқты. Мүмкін спортпен айналысу шығар, мүмкін саяхатқа шығу шығар. Сол сияқты сіз үшін не құнды? Мысалы, кітап оқу жағдай, білім алу дедік қой. Неге талпынамын, неге ұмтыламын? Мақсаттар, терең мақсаттар, кішкентай мақсаттар, қысқа мерзімді мақсаттар болады да, соны анықтау. Соны сіз анықтағансыз ба? Сіздің қарым-қатынасыңыз әлеуметтік орта жайлы, феминизм, экология, үй жағдайында, коммуникациялық басқалармен қарым-қатынасыңыз қандай? Күйеу, әйел қандай қарым-қатынаста, бала тәрбиесінде қателіктеріңіз, кітап, тағы басқа, туыстармен, достармен, сіз сол қарым-қатынаста нені бағалайсыз, нені ұнатасыз, нені ұнатпайсыз? Осының барлығы бізге, осының барлық жерінде біз тұлғалық қырымыз көрінеді. Эмоциялық жағдайыңыз, яғни темперамент. Темперамент типі, қай типке жатасыз? Негізі менде бұндай психологиялық сабақтарым болады. Сол кезде ашып тоқталатын боламын. Қалай қуанасыз, қалай ашуланасыз, стресстік жағдайларды қалай шешесіз, жақсы көңіл күйге не себеп, қалай келесіз, мысалға, қалай өз эмоцияларыңызды басқарасыз да, басқарасыз сол жайлы. Мұның бәрі не үшін керек? Басқалар сізді тану үшін, пайдалы болған үшін. Мысалға, сіз өзіңізді қаншалықты аша алсаңыз блогыңызда, соншалықты адамдар сізге сенеді, көз жеткізеді, тіркеледі, бақылайды, зерттейді, сатып алады да. Сосын эксперттілік. Қазір немен айналысып жүрсіз? Инстаға не мақсатпен саласыз? Фото салсаңыз да, видео салсаңыз да, қандай ойыңыз бар? Қалай келдіңіз? Осы іспен айналысуға не себепші болды? Не үшін жасап жүрсіз? Сізге ең алдымен не ұнайды, не ұнамайды? Қандай пайдаңыз бар? Осы сұрақтарға асықпай ойланып жауап беруіңіз керек. Мысалы, үйге тапсырма, сыртқы тұрыңыз. Өзіңізге өніміңізді кімге пайдалы
кімдерге арналған өніміңізді, мысалға сон үшеуін анықтап жазуда SMM-шіктерге, жаңа бастаушыларға пайдалы, үйде отқан аналарға, коучинг всем, кез келген адамға пайдалы. Мысалы, стористе айтыңыз да, дауыстап, тексттермен, мүмкін суреттермен, көш дейді. Қазір болмаса қашан бастайсыз? Қазір немен айналысып жүрсіз? Қалай келдіңіз? Не үшін жасап жүрсіз? Не ұнайды? Сіздің отношенияңыз қандай? Осы заттарды сіз күнделікті бөлісіп бастап кетсеңіз дұрыс болсының барлығын асықпай ойланып, жауап беріп, өзіңізбен шынайы болып жұмыс жасасаңыз, сіз міндетті түрде жетістікке жетесіз, өзіңізді жақсы тани түсесіз. Осы күнге дейін мүмкін білдіңіз, мүмкін білмедіңіз, мүмкін ойыңызда жүрді. Сізге айтар едім, бұларды міндетті түрде жазып жүріңіз. Каждый пошаговый маған не керек деп жазыңыз да. Мысалы, маған осындай кезінде үстіп айтатын адам болған жоқ. Бұл жеке, нақты өз-өзіңізбен ешкімге дәлелдемейсіз, ешкімге отчет тапсырмайсыз, ешкімге міндетті емессіз, ешкімге жағуға міндетті емессіз, өзіңізді ешкіммен салыстырмаңыз, өзіңізге шынайы болыңыз. Үстіп осының барлығын жазып, өзіңіздің плюс-минус қырларыңызды анықтап, жаңағыдай қай жеріңіз осал болып тұр, қай жеріңіз жақсы болып тұр, жетістігіңіз болса қуанып, осал жеріңіз болса соны толықтыруға тырысыңыз, уақыт ажыратыңыз, уақытыңызды бос, зиянды әрекеттерге жұмсамай, осындай пайдалы, өзіңізге қажетті энергияңызды өзіңізге жұмсаңыз да, өзіңізге ләззат сыйлайтын, өзіңіздің көңіліңіз қуанатын, толатын. Салмаған қазір айтады, барлық сен риза болып жүресің, сенде барлығы бар, әрине деген сияқты. Менде де жетіспеушіліктер болады, менде де конфликттер болады, менде де эмоциялық жағдайларға берілетін кездерім болады. Бірақ мен өз-өзім не істеп жүргенімді жақсы білем, өзіме арналған уақытым бар. Оларды орындаған сайын, жасаған сайын мен ләззат алам, көңіл күйім көтеріледі. Сол сияқты сізге де өз икигайыңызды, өз нағыз нишаңызды, өз эксперттілігіңізді табуыңызға тілектеспін. Болса шыңдап, биіктерден көрінуіңізді қалаймын. Пайдам тисе тек қана қуаныштымын.